Көне түркі рухы мен қазақ даласының жаңғырығы. Бұл сапар жай ғана саяхат емес, бұл ұлттың жадын жаңғырту жолы. Абылай ханнан Абыз Тоныкөкке дейін бұл ата-баба ізі қалған тарихтың тылсым тереңіне үңілтетін экспедиция. Біз бүгін ғасырлар қойнауына саяхат жасап, бірліктің бесігін тербеткен Абылай ханнан елдігіміздің елең алаң дәуірінде даналығымен дараланған Тоныкөкке дейінгі тағылымды тағдырларға үңілеміз. Дала тынысын сезініп, таңбалы тастың тілін сөйлетеміз. Рухани жаңғырудың темір қазығына айналған бұл сапар ұлт болмысының шын бейнесін ашатын шежірелі жол. Сапарға бірге аттанайық. Үлгеру мақсатында өткізіліп отырған бізге игі шараға қатысушыларға ниет білдіргеніңізге алғысым шексіз. Арғысы сақ, түркі, кейінгісі шығыс қағанның бастап алған ұлыстардың, ордалардың, хандардың қазақ мемлекеттілігін қалыптастырудағы алар орны қашанда ерекше. Бұл елдік мүдде бетінде Алаш партиясын негізалаған Алихан Ахмет Міржақып сынды тұлғаларымыздың идеясынан көрініс береді. Тарихқа бай ел өлкемізде соңғы уақытта осы мазмұндағы іс-шаралар тұрақты ұйымдастырылып келеді. Осыған дейін белгілі өлкетанушы қоғам қайраткері Мұрат Қажы Ыдырысұлының ұйытқы болуымен Абылай ханның қара жол экспедициясы республиканы аралап талай тың деректер мен мұраларды жинақтап ғылыми айналымға қосты. Осы ретте бүгінгі ұйымдастырылып отырған конференцияның нәтижесімен де оңды бастамалар мен тың деректер көпшілік назарына ұсынылады деп сенемін. Сондықтан бүгінгідей кең тарихи тағылымды жастарға берер мол халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияны Абылай хан бабамыздың қазақ хандығын құрған киелі Көкшетау өлкесінде өткізуге мұрындық болған Ақмола облысының әкімдігіне және өлкетанушы қоғам қайраткері Мұрат Қажы Ыдырысұлына зор алғысымды білдіремін. Конференция жұмысына сәттілік тілеймін. Зетпен Қазақстан Республикасы парламент депутатының сенат депутаты Талғат Жүнісов. Келесі сөз Ақмола облысының әкімінің орынбасары Алтынай Байқаламызына берді. Қайырлы күн, құрметті қауым, қадірлі біздің қонақтарымыз, жергілікті осы конференция қатысушылар. Расында да бағанадан айтып жатыр, бүгін көпшілігіне тарихи мәдени өмірдегі аса маңызды айтулы оқиға. Абылай ханның Абыз Тоныкөкке дейін атты халықаралық конференциясында басымыз қосып отырмыз. Негізі конференция кеше басталды деп айтуға болады. Кеше қаншама осы талқылайтын біраз мәселелер айтылған болады. Сондықтан баршаңызды Ақмола облысының әкімі Ахметжанов Марат Мұратұлының атынан бүгінгі бәріміз үшін маңызды шарамен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның ерлік рухани мәдени асыл қазыналарын дәріптеу қазақ халқы мен елін күрделі қиын 18 ғасырда біріктіріп сақтап қалған ұлы Абылай ханның тарихи мәдени мұрасын зерделеу, оны жас ұрпаққа қаз қалпына жеткізу мақсатында Абылай ханнан Абыз Тоныкөкке дейін тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Конференцияға тарихи мұраны зерделеуге бар жігерін жұмсап келе жатқан алыс жақын шетелдің Америка, Стамбул ғылымдарының еңбектері мен ғылыми ұсынымдары қозғалды. Тамырын тереңге жайған сайының тасына дейін тарихтан сыр шерткен қазақ даласы тұнба сырға толы. Түріктің ортақ атасы болған Тоныкөктің қазақ жазбаларында қалдырған мынандай бір жазуы соңғы Абылай хан мен Төле би Қазбек билерге мемлекеттік басқарудағы ұстанымы болды. Яғни түркі халқының қалыптастыруда түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым деген сөзі әлі күнге дейін тарихқа таңба басқандай алтын әріптермен жазулы. Тоныкөк туралы мәліметтер Орхон Енесе жазбаларында сақталған. Ол өзі туралы көне түркі жазуында тасқа қашап жаздырған. Бұл жазбалар түркі халықтарының ежелгі тарихынан сыр шертетін баға жетпес мұра.
Қазақ хандығының ең көрнекті хандарының бірі, мемлекет қайраткері, дарынды қолбасшы және көреген дипломат ретінде Абылай хан өз мемлекеттік саяси жетекшілік билігінде Тоныкөктің ұлы сөздерін бағдаршам ретінде ұстанған. Бүгінгі конференцияға жиналған ғалымдардың да айтары осыған келіп саяды. 5 рет жолға шыққан экспедицияның негізгі мақсаты тарихты жаңғырту және жастардың бойына ұлттық ерлік рухын көтеріп, солардың бойына ерекше қасиет дарыту болды. Сонда біздің тарихымыздың Оғыз айтасың 5000 жыл тарихы бар, киіз үйдің 5000 жыл тарихы бар, Қазақстанда металлургия өндірудің 5000 жыл тарихы бар, мына жердегі бота өркениетінің 4-5 жыл тарихы бар, міне, бота өркениеті. Сонда біздің тарихымыз Бекарыстан мәдениетінің 2300 жылдық тарихы бар. Орталық Қазақстанда өнген. Енді одан кейін Оғыз ұлық түрік жыраудан кейін мынау біздің архонесей жазулары. Күлтегін жазуы. Міне күлтегінді зерттеп отырған, міне үлкен маңызды, міне кім мына Тұрсынхан Зәкенұлы керемет зерттеу, мен кітабын оқыған. Енді осы күлтегінді авторы кім? Ол Иолық Тегін. Иолық Тегін де жырау. Ұлық түрік жыраудан кейінгі екінші жырау Иолық Тегін жырау. Тақпақтап сөйлеу, мақамдап сөйлеу, жаңағы шешен сөйлеу. Ең қазіргі қарасаңыз, біздің жаңағы күлтегін жазуы бар ғой. Бұның философиясы, стилистикасы, біздің мемлекетіміздің территориясы, демографиясы, әскери әлеуеті, тіліміздің тарихы барлығы осы күлтегін жазуында тұнып тұр. Ең несі, осы жобасы бір 70% түркі тілдері ішінде ең жағы қазақ тіліне жақын. Жағы бір моңғолтанушы айтыпты, моңғолтанушы, атақты моңғолтанушы аты бар еді, аты сол моңғол тілінде 1 миллион сөз бар. Қазақ тілін білген адам 1 миллиард қалпай сөйлеседі деген. Жалпы енді мен тақырыбым қазақ тарихы және жасанды интеллект дейді. Өздеріңізге мәлім, әсіресе тарихшылар, архивпен жұмыс істейтіндер, жас ғалымдар, ол Чағатай тілін оқу үшін, осы Чағатай тілін араб тілін білу керек, парыз тілін білу керек, және Чағатай тілін білу керек. Екінші мәселе, архивтерге жету үшін көптеген қиыншылықтар бар. Енді біздің істеп жалпы 18-19 ғасырда және 17 ғасырдағы аздар қолжазбалар бар. Соны қалай компьютер арқылы жасанды интеллекция арқылы араб графикасын тану. Және сол араб графикасын латын трансляция жасау. Оның кейін жаңа көптеген хаттарда Дүсен әлі басында айтып кетті, кім жазғаны, ол хатшылардың аты жөні жоқ. Оның мысалы Абылайдың, Ғабайдолланың жазған хаттары қазақ сол кезде сауатты болды ма? Жоқ, басқа елден келген хатшылар жазды ма? Соны анықтау үшін компьютер арқылы, жасанды интеллекция арқылы соны тануға болады. Мысалы, қол жазбасы арқылы соны көптеген мәліметтерді айқындауға болады. Және ол жасанды интеллект арқылы сол хаттың ішінде жазған жер аттары, кісі аттары, онымен туыстық қарым-қатынастары соны талдау жасауға болады. Сол жұмыспен айналысып. Бейсіңде қонақасы беріп жолдасымыз бұл ерте келген 1752 жылғы ол күз айларында. Бұл ежікті бастаған кенже бара. Бас аяғы 5-6 жыл болып қалды. Абылай ханның қара жолы деп аталатын экспедиция еліміздің түкпір-түкпіріне сапарлап көптеген тарихи деректер жинады. Енді 23 жылы осы экспедиция Монғолияға сапарлап ғалымдарды ұйымдастырып Монғолиядағы өзіміздің көне түркі ескерткіштері тұрған орталық Монғолия байырғы Орхон Үтікен аймағына, Ұлан Батырға Тоныкөк бабамыздың ескерткіші тұрған
сол жерге сапарлап, онан кейін Ресейді айланып, бүкіл Саян Алтайдың, Енесейдің аймағын, бүкіл түркілік көне мәдени рухани этномәдени кеңістікті айналып келген болатынбыз. Бұл экспедицияны ұйымдастырған Мұрат Қажы Ыдырысұлы осы Көкше жерінің белсенді азаматы, үлкен меценат, осындай бір халықаралық үлкен экспедицияны ұйымдастырған болатын. Абылай ханнан Абыз тоны көкке дейін деп аталатын. Бұл енді біздің тәуелсіз еліміздің тарихындағы бір өте ауқымды экспедиция болды деп айталам, толыққанды. Осы Өтекен мен Арқаның арасын рухани тұрғыдан жалғайтын. Неге олай? Өйткені біз көбінде өз еліміздің, жеріміздің тарихын жақсы білеміз. Бірақ біздің шыққан тегіміз, этномәдени кеңістігіміз, түпкі тегіміз, түркілердің ана отаны, мемлекет құрған түпкі ханы қайда жатыр? Сонымен біздің арамызда қандай байланыс бар деген мәселе. Яғни Мағжан Жұмабаев айтатын, ерте күнде Өтекеннен құм туған, оттығымнан от боп ойнап мен туғам дейді ғой. Сол кеңістікке сапарлап келген болатынбыз. Экспедицияға біз 2018 жылдан бастадық, Абылай ханның қара жолы деген. Абылай хан туралы жазылған өте көп еңбектері бар. Оның қайраткерлігі, мәмілегерлігі, сондай бір қасиеттері туралы жазылған кітаптар, топ кітаптар бар. Бірақ Абылай ханның қара жолы туралы еш жерде дерек жоқ. Сол біздің мақсатымыз, ол Абылай ханның қара жолын жаңғырту бойынша 2018 жылдан бастадық Абылай ханның қара жолы деп. Біз сол Абылай ханның қара жолын жаңғырту үшін оңтүстікке екі сапар жасадық, шығысқа. Олардың енді темалары, тақырыптар Абылай ханның қара жолын жаңғырту, Абылай ханның қара жолы, Бетпақдала және Абылай ханның қара жолы, Абылай ханның жорық жолдары. Абылай ханнан Абыз тоны көкке дейін осы үлкен жобаның қандай мән мағынасы бар десеңіздер, енді Абылай хан өзі айту қажет емес. Қазақ хандығының ұлы хандарының бірі, бүкіл қазақтың басы қосқан, бүкіл қазақ, бүкіл түркі дүниесі тәует ететін ұлы тарихи тұлға. Ал енді тоны көк кім десеңіздер, о да біздің түрік қағанатының үлкен абызы, данышпаны, о да бір ұлы тұлға енді. Енді осы екеуіні тауып бір жобаға қосқан үлкен тапқырлық. Өйткені біздің тарихымыз тек қазақ хандығымен шектелмейді. Bizim tarihimiz сонау тереңде жатыр. Атап айтсақ осыдан 3000 жыл бұрынғы сақтарға дейін барады. Ал біз оны айтпай берісін айтсақ, түрік қағанатынан дейін барып тірелеміз. Сондықтан бұл ұлы жоба білдіңізде бүгінгі біздің тәуелсіз Қазақстанымыздың тарихын апарып, міне тоны көкке тіреп отыр. Тоны көктің ұлы еңбегі түркі елінің тәуелсіздігін сақтап қалудағы саясаты мен әскери реформалары. Ол түркі халқын бірлікке үндеп, ата-бабалардың дәстүрін сақтау керектігін баса айтты. Өз заманында күш бірлікте деген қағиданы ту етіп көтеріп, ел мен жерді қорғауда батырлық пен даналықтың үлгісін көрсетті. Шынында Абылай хан өз заманда көршілес Ресеймен ғана емес, оңтүстігі мен шығысында жатқан Бұқар хандығы мен Шың империясымен де жақсы қарым-қатынаста болған. Қазақ елінің бір ту астында бірігіп, бірегей ұлт болу жолындағы қажырлы еңбегі ұшан теңіз. Айта кетейік, конференция барысында Абылай ханның қара жолы атты халықаралық экспедиция жинағының тұсауы кесілді. Конференцияда құнды деректер мен мазмұнды баяндамалар жасаған спикерлердің, экспедицияға үлес қосқан ғалымдардың еңбегі бағаланып, оларға арнайы сый-сияпат жасалды. Мұрат ағамызбен осыдан екінші экспедицияны дайындап жатқан кезде екеуміз таныстық телефонмен. Мен жалпы оның алдында да джип турларға шығып жүрем. Сондықтан ол кісіге айттым мен джип турларға шығып жүрмін. Ешкімнен сіздің осындай жолға шығайын деп жатыр екенсіз, осыған келуге бола ма деп. Сөйтіп енді ол кісі рұқсатын берді. Мен қатыстым, түгел жүріп өттік біздер тұнау. Неден бастап мына осы жерлерден бастап тұна оңтүстікте аяқтадық оны. Түркістанда аяқтаған болуымыз керек. Жаңағы кімнің Кенесарының
5 күнде жүріп өткен жолын біздерде жүріп өттік. Енді 2 күн бе 3 күн бе жүрдік енді соның бәрін. Содан бері білеміз, негізі өте керемет өз жұмысына деген тамаша атқарады. Со экспедицияда кетіп бара жатырмыз, бәрімізден үлкен осы кісі. Жаңа қарап отырамыз, сағатына қарайды ғой, сағат километрін есептейді. Біз күлеміз жаңағы. 10-12 мың метр жүріп қояды. Машинаның ішінде келе жатыр. Сол біз ойлаймыз ғой, аяғымен бүйтіп отыратын шығар, қарап отырмайды деп. Міне осының өзі оның мысалы өзінің істеген жұмысына керемет адамдармен әдемі тіл табысады. Түсіндіре алады. Жалпы енді бір мықтылығы бар. Абылай ханнан Тоныкөкке дейінгі рухани ізденіс өткенімізге тағзым, келешекке бағдар. Біз бұл жолда тек тарихи орындарды ғана аралаған жоқпыз. Біз жүректің үніне, елдің жанына үңілдік. Бабалар ізімен жүріп, рухтың биігінен сыр тарттық. Себебі тарих тек өткеннің көрінісі емес, ол бүгінгі тіршіліктің темір қазығы, ертеңгі елдіктің іргетасы, ұлттың ұлы көшін жалғайтын оның рухани жады. Сол жадыны тірілту ұрпақ парызы. Осы экспедиция арқылы біз сол ұлы парыздың бір ұшын ұстадық. Жол жалғасады, тарих тоқтамайды. Ендеше ата-баба жолы біздің де жолымыз.